Соңғы уақытта танымал болу үшін жауынгерлерге не жанжалға араласу керек, не трэш-ток өнерін меңгеру қажет. Алайда бір жігіт бар. Ол жаттығу видеоларының үзінділерімен ақ елдің назарын өзіне аудара білген. Тони Фергюсонның мансап шыңы артта қалса да, оның промоушн тарихындағы ең қаһарлы жекпе-жек шеберінің бірі екендігіне ешкім күмән келтіре алмайды. Эль Куку лақабатымен танылған Тонидің даңқы 10 жыл бойы қан төгілген шайқастарда шыңдалды. Бүгін біз сол күндерді еске түсіреміз. Менің жекпе-жекке деген махаббатым бала күнімде бейне ойындары арқылы басталды. Мен нинза тасбақа болғым келді. Өйткені Nintendo-да солар туралы ойындар жиі ойнайтынмын. Католик мектебінде оқып жүрген кездің өзінде Тони спортқа бейімділігімен ерекшеленді. Болашақта джиу-джитсу жанкүйеріне айналған ол, мектеп кезінде ақ американдық футбол, күрес сияқты үш бірдей спорт түрінде көзге түсті. Алғаш рет күресшілердің сынған құлақтарын көргенімде бұл не екенін мүлдем түсінген жоқпын. Әкем маған: "Қара, егер үлкен құлақтарыңа күтім жасамасаң, сенің де құлағың осындай болады" деді. Қалай ойлайсыздар, бұл немен аяқталды? Мектеп бітірген кезде күреске деген махаббат оны спортпен айналысуды жалғастыруға итермеледі. Ол ел чемпионаттың минорлық нұсқасы НКБА бойынша чемпион атанды. Дегенмен жаттығуға әртүрлі енгісі келген Фергюсон бокс жаттығуларынан бастап, тіпті таеквондоны да аздап меңгере бастады. Универ бітірген соң өмірін өзі қамтамасыз етуге кірісті. Тағдыр жолы оны түнгі клубқа апарды. Сол жерде ол бармен болып жұмысқа орналасты. Салмағым 90 килограммнан асты. Семіз болдым. Тек көңіл көтеріп, ішіп жеп жүрдім. Бір күні өз-өзіме бұл әрі қарай бұлай жалғаса алмайды дедім де туған қалама қайтуды ойладым. Бір күні барға келушілердің бірі Тонидің сынған құлақтарын байқап, оның спорттық өткені жайлы сұрайды. Аз-кем әңгімеден кейін оны жергілікті джиу-джитсу залына шақырды. Қалтамда бірнеше доллар ғана болды. Өзіме шорты сатып алдым да залға бардым. Шынымды айтсам, бұл мені бірден баурап алды. Тони 60-тан 120 килограммға дейін қарсыластармен жұптасып тұрып, ешқайсына да тейкдаун жасауға мүмкіндік бермеді. Бас жаттықтырушы оның қабілетіне таңданып, кәсіби түрде жекпе-жекпен айналысуды кеңес берді. Жаттықтырушылардың үгіттеуі қажет болмады. Тонидің өзі торға шығуды армандап жүрген еді. Көпшілік Тонидің жеңіл салмақта өнер көрсетуіне үйреніп кеткен. Бірақ ол мансабын бір санат жоғарыда бастаған. 2011 жылға дейін Фергюсон жартылай орта салмақта жұдырықтасып, Fighting Matrix рейтингінде алғашқы 400-дікке де кірмеген. Өкінішке қарай Эль Кукуйдың ерте кездегі көп жекпе-жектерінің бейнежазбалары сақталмаған. Бірақ желіден табуға болатын кадрлардан ақ ол сол кездің өзінде ерекшеленетін стандарттан тыс әрекеттерімен, кез келген жағдайда айқасты аяқтай алу шеберлігімен. Тони партерге түсуге еш қорықпай, күрделі тұзақтармен қарсыласын ұстауға тырысатын. Ол торға қысып, тоқтасыз соққылар сериясын жасайтын, жиі соққы жіберіп алатын, бірақ ерекше жігермен жекпе-жектің бағытын өзгертіп жіберетін. Фергюсонның жеңілістерінің өзі де ерекше сипатта болатын. Мысалы, Карен Дарабедянмен жекпе-жекте ол аяғына ауырту техникасын жасалғанда да берілуге келіспеді. Джейми Тонимен кездескенде де треугольникке түсіп қалса да берілуден бас тартты. Есінен танып қалуды жөн көрді. 2010 жылдың қыркүйегінде 26 жастағы Эль Кукуй қысқа мерзімдік хабарламамен жекпе-жекке келісіп, жергілікті Pure Combat лигасының белбеуін жеңіп алды. Оның рекорды 10-2 болды. Көп ұзамай ол Лас-Вегасқа Ultimate Fighter шоуының 13-ші маусымның кастингіне кетті. Тони Брок Лэнстің командасына түсіп, шоудың ең есте қаларлық қатысушыларының бірі болды. Барлық команда формасында жүргенде ол галстукпен жүретін. Туған күнде жарысқа толық санмен келген. Жеңілмеген Джастин Эдвардспен іріктеу кезеңінен қиын өтті. Тони қарсыласының қарқынына бірден бейімделе алмады. Бірақ ең қызығы ол арқасымен жатқан кезде басталды. Ол бірден шынтақпен жұмыс істей бастады. Қарсыласын гардтан шығару мәжбүрледі және бірнеше секундтан кейін күтпеген соққы. Арқамен жатқан кезде аяқпен бір теуіп нокаутқа жіберді. Көрермендер не болған түсіну үшін қайталап көруге мәжбүр болды. Дана Уайт оған тән әдеттегі пікірін айтты. Ширек финалда Тони небәрі минуттан аз уақытта тәжірибелі джиу-джитсу Рен Магелларенді нокаутқа түсірді. Қарсыласының иегіне апперкотпен тура түсті. Тонимен жартылай финалда жекпе-жекке шығуы тиіс Чак Онил қарсыласын өлсе де жеңетінін айтты. Бірақ Тони Чактың бетін жүйелі түрде ұрып, 2 раундта оның қанға бөктірді. 3-ші раундтың ортасында ол Чакты 2 рет құлатты. Финалға 3 жеңіспен шыққан Эль Кукуй өз стилінен бас тартпады. 1-ші раундта ерекше соққымен Рэмси Ниджемнің иегіне дәл көздеп, кештің ең үздік нокаутымен 13-ші маусымның чемпионы атағын жеңіп алды. UFC-мен келісімшартқа қол қойған соң Тони жеңіл салмаққа түсті. Алғашқы қарсыласы тәжірибелі Арон Райли болды.
Бірінші раундтың ортасында Фергюсон бірнеше әдемі апперкотпен соққы жасап, қарсыласының жақсы иегін сындырды. Көп ұзамай ол Ив Эдвардсты да бірауызды шешіммен жеңіп, жеңіл салмақта өзін бекітіп алды. 6 ай ішінде 3 жеңіс бұл топ 15-ге енуге жақсы мүмкіндік болды. Фергюсон жаңа қарсылас алды, бірақ жарақаттар салдарынан қарсыластар бірнеше рет ауысты. Ақыры жекпе-жекке 5 апта қалғанда қарсыласы ретінде Майкл Джонсон бекітілді. Ол жеңіс пен жеңілістерді алмастырып жүрген, болашақ үміткер ретінде қарастырылмаған спортшы еді. Бірақ Джонсон алыстан соққы жасап, жылдамдығының арқасында Фергюсоннан басым түсе берді. Бірінші раундта нокдаун жасады. Екінші раундта блокқа бірнеше соққы жасап, Тонидің шынтақ сүйегін сындырып тастады. Тони жекпе-жекті соңына дейін жеткізді. Бірақ жеңіске үміт аз еді. Мен қолымды сындырдым. Майклдың соққыларының бірін блоктаған кезде сүйек бірнеше жерден атылып кетті. Оған сауығу үшін 3 бірдей операция қажет болды. Бұл UFC аяғындағы алғашқы жеңісі еді. Ал қол жарақаты оны 1,5 жылдай аренадан тыс қалдырды. 29 жастағы Фергюсон тек UFC 166 турнирінде қайта оралды. Қарсыласы 9 жеңіс, 1 жеңіліс көрсеткіші бар Майк Рио болды. Тониге бар болғаны 2 минуттан аз уақыт қажет болды. Ол мансабында алғаш рет дарыс тұншықтырумен жеңіске жетті. 13-ші жекпе-жекте Тони UFC-дегі жеңістерінің ең ұзақ сериясының бастауын салды. Келесі айқасқа ол жарты жылдан кейін ғана шықты. Матчмейкерлер оны жапондық Кацунори Кикуномен жұптастырды. Кикуно UFC-дегі алғашқы кездесуінде жеңіске жеткен, 6 жекпе-жекте қатарынан жеңіп жүрген. Фергюсон жекпе-жек басталған сәттен-ақ қарсыласын мерзімінен бұрын жеңуге ниетті екенін көрсетті. Кикуно соққыларды бетінен алып жатты. Бірнеше мәрте есеңгіреп қашуға тырысты. Бір сәтте Тони дарыс әдісін жауып көрді, бірақ оны аяғына дейін жеткізе алмады. Дегенмен Кикуноның азабы ұзаққа созылмады. Фергюсон қарсы шабуылмен сәтті жұмыс істеп, өзінің соққы техникасындағы ілгеруді көрсетті. 2014 жылдың тамызында Тони октагонға ұмыт бола бастаған, бірақ сонда да қауіпті балуан Дэнни Кастилломен шықты. Кастилло Дастин Поррені жеңген және жақында Эдсон Барбозамен кештің үздік айқасын өткізген. Фергюсон басындағы агрессор болуға тырысты. Оның лоу-киктері жақсы өтетін, қарсыласын торға қарай итеріп отырды. Бірнеше раундтың ортасында Тони дарыс әдісіне шықты, бірақ Кастилло сытылып шығып, раундтың соңын үстіңгі позицияда өткізді. Кастилло кейін раундтарда бірнеше рет тейкдаун жасап, үстінде көп әрекет көрсетті. Фергюсон арқасымен жатып тұрып, шынтағы арқылы шабуыл жасады. Соңғы секундтарда Тони қолмен 3 әдісін жасауға тырысты, бірақ уақыт жетпей қалды. Төрешілердің бөлек шешімімен жеңіс Фергюсонға берілді. Осылайша ол қатарынан 3 рет жеңіске жетіп, топ 15-ге кіруге жақындады. Бірнеше аптадан кейін ол жаңа келісімшартқа қол қойып, Хабиб Нурмагомедовтен жеңілген. Кейін 2 нокаутпен жеңіске жеткен Фабил Трихиломен кездесуге дайындалды. Фергюсон денеге соққы жасап, алға ұмтылды, бірақ жекпе-жектің алғашқы минутында нокдаунға түсті. Бірақ бұл соққы оның рухын босатпады. Қолдарын түсіріп шабуылды жалғастырып, өзіне қауіпті сәттер тудырды. Бірақ Тони раундтың соңына дейін жақсы қарымта қайтарып, екінші раундта темпін жоғалтпады. Трихило шаршай бастады. Эл Куко қарсыласын партерге ауыстырып, арқасына шықты да жекпе-жекті тұншықтыру әдісімен аяқтады. 2,5 айдан кейін Калифорнияда турнир жоспарланды. Бұл Тонидің үйінен 100 шақырымдай қашықтықта өтетін. Ол туған жерінде өнер көрсетуге асықты. Алғашында қарсыласы Янс Медоройс болды, бірақ жарақат алғандықтан орнына Глейсон Тиабо шықты. Бразилиялық ол кезде UFC-де 24 жекпе-жек өткізіп, 3 жеңіс сериясымен келе жатқан еді. Тони алдымен граунд-паунд соққыларымен қарсыласын күйретіп, кейін тік тұрыс кезінде үстемдік танытты. Тейкдаун әрекетін тоқтатып арқасына шығып, бірінші раундтың ортасында артқы жағынан тұншықтыру әдісін қолданды. Бұл қатарынан 5-ші жеңісі болды және кештің үздік өнер бонусына ие болды. Осы табыс оны рейтингте 13-ші орынға бірден көтеріп, Джош Томас сияқты топ қарсыласпен айқасуға мүмкіндік берді. Томпсон бұрынғы Strikeforce чемпионы, рейтингте 9-ші орында тұрған Нейт Диасты нокаутқа түсірген жалғыз жауынгер. Жекпе-жек барысында Тони соққылар қабылдады, бірақ қарсыласы шаршай бастаған соң шынтақпен үстемдікке шықты. 3-ші раундта тейкдаун жасап, Тони 3 әдісімен жеңіске жетті. Осылайша ол 10-ші жеңісіне жетіп, уақытша чемпион атанды. Хабибпен кездесу жоспары болғанымен Тони жарақат алып, жарты жылға қалды. UFC белдігін тартып алып, орнына Энтони Петтиспен айқас ұсынылды. Петтисті жеңіп көрмегендерді таңғалдырды. Жекпе-жек жылдың үздік айқасы атанды. Келесі қарсыласы Дональд Серроне. 2-ші раундтан кейін дәрігерлер жекпе-жекті тоқтатты. Бұл жеңісімен Тони 12 жекпе-жекте қатарынан жеңіп, рекорд орнатты. UFC Тони мен Хабиб жекпе-жегін ұйымдастырмақ болды, бірақ пандемия кесірінен ол да жүзеге аспады. Оның орнына Тони уақытша белдік үшін Джастин Гейджиге қарсы шықты. Алайда ол 2 рет салмақ қуып шашаңқы шықты. Гейджи айқасты толық бақылауда ұстап, соңында Тониді тоқтатты. Міне, осыдан кейін Тони Фергюсонның мансабындағы құлдырау кезеңі басталды.
Гейджиден ауыр жеңілісінен кейін Тони бұрынғы қалпына келе алмады. Келесі жекпе-жекте ол Чарльз Оливейрамен кездесіп, толықтай басымдыққа ие қарсыласына ештеңе істей алмады. 2 рет самбишімге түсе жаздады, тек төзімі арқасында шешімге дейін жетті. Содан соң Дариуспен айқасты. Бұл кездесуде Тони тейкдаун мен бақылауға қарсы ештеңе көрсете алмады. Тағы да ұпаймен жеңілді. 2022 жылы Майкл Чендлермен кездесіп, алғашқы раундта жақсы көрінгенімен екінші раундта сұмдық хайкикпен ауыр нокаутқа түсті. Кейін UFC 279 турнирінде Нейт Диаспен айқасып, 4-ші раундта гиллотинға түсіп, самбишіммен жеңілді. Кейін Тони тағы 3 жекпе-жек өткізіп, үшеуінде де жеңілді. Содан кейін Тони карьерасын аяқтап кетті. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа.